Сәлеметсіздер ме, қымбатты талапкерлер? Биология пәніне дайындық кезінде міндетті түрде білім және ғылым министрлігі бекітілген оқулықтармен дайындалған жөн. Ол үшін сайтта сол оқулықтардың тізімдемесімен танысқан дұрыс деп ойлаймын. Биология пәні жаратылыстану пәндеріне жатады. Сондықтан биология пәні бойынша тестке дайындық кезінде жаттап алған емес, яғни түсініп оқыған көп нәтиже береді. Қазір біз сіздермен бірнеше тесттерді талдайық. Бірінші, бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тест тапсырмасын талдаймыз. Торлы қабықшаның құрылыс ерекшелігі – бұл берілген сұрақ. Яғни бұл 5 жауаптары бар. Әр жауаптарға тоқталайық. Бірінші, көздің ортаңғы қабықшасы. Сіздер білесіздер, көздің құрылысында 3 түрлі қабықша болады. Қабат болады. Бірінші қабат ақ қабат, екінші қабат тамырлы қабат, үшінші қабат торлы қабат. Яғни көздің ортаңғы қабықшасы ол тамырлы қабат. Тамырлы қабаттың қызметі көзді қоректендіреді, оттегімен қамтамасыз етеді. Екінші, көздің сыртқы қабықшасы. Көздің сыртқы қабықшасы ол ақ қабықша деп аталынады. Ол қабықша яғни торлы қабықшаға мүлдем келмейді. Яғни бұл жауапта дұрыс емес. Үшінші, жарықты сезетін жасушалар орналасады. Міне осы жауабы дұрыс. Себебі жарықты сезетін жасушалар торлы қабықшада орналасады. Яғни жарықты сезетін жасушалар бұлар фоторецепторлар. Фоторецепторлар екі түрлі болады: құтыша және таяқша. Төртінші жауап пигментке бай. Пигментке бай емес. Себебі пигментке бай көздің ол нұрлы қабаты. Ең соңғы жауап қасаң қабықша орналасады. Қасаң қабықша ақ қабықшаның алдында. Сондықтан бұл жауапта дұрыс емес. Яғни бір дұрыс жауапты осы сұрақта біздің дұрыс жауабымыз жарықты сезетін жасушалар орналасқан деген жауап. Келесі, бір немесе бірнеше дұрыс жауапты таңдауға арналған тест тапсырмасы. Яғни бұл жерде сұрақ мутация кезінде деп беріледі. Мутация кезінде сіздер білесіздер, мутация деген ол өзгергіштік. Өзгергіштіктің тұқым қуалайтын түрі болады, тұқым қуаламайтын түрі болады. Тұқым қуалайтын өзгергіштікті мутация деп атайды. Мутацияны кейде біз генотиптік өзгергіштік деп те атаймыз. Яғни мутация кезінде генотип өзгереді. Яғни бірінші жауабы дұрыс. Екінші жауап фенотип өзгереді. Фенотип дегеніміз сыртқы көрініс. Ал фенотип өзгеретін өзгергіштік ол модификация деп аталынады. Үшінші жауап тұқым қуалайды. Мутация бұл тұқым қуалайтын өзгергіштік. Тұқым қуаламайды, модификация тұқым қуаламайтын өзгергіштік. Яғни бұл жауап дұрыс емес. Генотип өзгермейді. Біз бағана айтқанбыз. Мутация кезінде генотип өзгереді дегенбіз. Яғни мутация кезінде генотип өзгермейді. Мутагендер әсер етеді. Мутацияны туғызатын мутагендер. Мутагендер үш түрге бөлінеді. Яғни химиялық мутаген, физикалық мутаген, биологиялық мутаген. Яғни мутация кезінде мутагендер міндетті түрде әсер етеді. Антидене түзіледі. Антидене мен мутация екеуі байланыспайды. Яғни бұл өзгергіштікке байланысы жоқ. Соңғы жауап жыныс жасушасы дамиды. Жыныс жасушасы дамитын кезеңді гаметогенез деп атаймыз. Бұл да мутация емес. Сонда мутация кезінде генотип өзгереді, тұқым қуалайды, мутагендер әсер етеді деген 3 жауап дұрыс. Міне біз сіздермен биологияның сұрақтарын талдадық. Сіздердің алдағы бірыңғай ұлттық тестілеу кезінде сіздерге сәттілік тілеймін.